Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақ тілі және қазақ тіліндегі контент туралы сөйлесетін боламыз. Бірінші бөлікте бұл тақырыпты не үшін қозғап жатқанын айтып кетем. Одан кейін өзіме ұнайтын, өзім көріп жүрген қазақша YouTube каналдар мен подкасттарды сіздерге ұсынатын боламын. Ең бірінші жалпы неге осы тақырыпты таңдадым деген сұрақ болатын болса, Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі екені бәрімізге белгілі, және де халық санының 70%-нан көбі қазақтар. Яғни логикалық түрде қазақ тілі кең пайдалану керек. Бірақ мәліметтерге, статистикаға қарайтын болсақ, қазіргі қазақ тілінің жағдайы мәз емес. Енді менің жеке ойымша, неге қазақ адам қазақша сөйлеу керек, ең аз дегенде қазақша түсініп, қазақша ақпарат қабылдай білу керек. Енді қазір дамыған заманда компьютерлер негізі адамды көп жағынан ауыстыра алады. Мысалға есеп шығару, күрделі бір счеттар жүргізу деген сияқты. Бірақ адамның ең басты қасиеті ол креативность. Креативность деген бір жоқ нәрсені ойлап тауып, соны шығару деген сияқты. Ал жаңағы технологиялар тек қана жасалған инпутпен, бастапқы берілген бір ақпаратпен ғана жұмыс істеп, содан бір жақсы нәтиже шығара алады. Сол үшін менің жеке ойымша, қазақ адам қазақша ғана ойланатын кезде осы бір жақсы креативный заттар шығара алады деп ойлаймын. Және де қазақ тілді креативностьтің әлде потенциалы дұрыстап ашылған жоқ деп ойлаймын. Жалпы қазақ тілін халыққа үйрету барысында түрлі жолдар қолданып жатыр қазір. Мысалы бір жолын айтатын болсам, қазір тіл майданы деген бір қозғалыс бар екен. Ол жерде дүкенге барып, қазақша бір нәрсе сұрасаңыз, және сатушы сізге қазақша жауап бермесе, онда оған бір штраф салып, сөйтіп жаңағындай қайтса болады, бір агрессивті түрде бір жұмыс істеп жатыр екен. Мен бұл жолға қолдамаймын. Мүмкін заң жағынан дұрыс шығар, бірақ менің ойымша осындай қазақша заттарды, қазақ тілінің қандай әдемі тіл екенін көрсету арқылы қинап емес, сондай көркем түрде үйрету керек деп ойлаймын. Және бір жағынан мысалға кішкентай кезімізде бір нәрсені заставлять етіп істететін болса, оған желание қашып кетеді. Егер өз қалауыңмен солай бір саған шынымен де қызықты бір зат болса, оны ешкім айтпаса да үйренесің. Сол үшін екінші ой, қазақ тілін осындай жұмсақ жолмен үйрету. Және де осы екі себеп болмағанның өзінде қазақ тілі негізі өте бір сондай жұмсақ, тілге икемді, әдемі тілдің бірі деп ойлаймын. Енді оны қазақ тілді бір өлеңдерден де байқауға болады. Қазақтар ағылшынша үйренген кезде неге акцентсіз сөйлеп кетеді дейді. Өйткені қазақ тілінде мысалы қ деген әріптер бар, жуан әріптер, деген сияқты жіңішке әріптер де бар. Сол үшін қазақ тілін білетін адам қай тілді үйренсе де, мысалы француз тілін үйренсе де, сол тілде жаңағындай native speaker сияқты сөйлеп кете алады. Сол үшін қазақ тілінің еншісіне тағы бір плюс деп ойлаймын осыны. Ал енді қазіргі заманда интернет билеп тұрған заман, контент өте көп интернетте, және біз оны қаласақ та қаламасақ та тұтынамыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын, мысалға мен далада жүгіретін едім, сол кезде подкаст тыңдайтын кезде, мысалға қазақша дұрыс подкаст тапқан жоқпын. Біреуін ғана таптым, Find Your Bee деген. Ол енді қазақстандық болғанмен, ол жақта көбінесе орысша подкасттар болды. Сондықтан оны дұрыстап тыңдай алмадым. Ал қазір осы карантиннің пайдасы ма, білмеймін, 2020 жылдан бастап интернеттегі қазақша дүниелер өте көбейіп кетті, және мен оған қуаныштымын. Және де қайтса болады, адам өзіне бір нәрсе ұнайтын болса, бір басқалармен бөліскісі келіп тұрады. Бір бұл басқа каналдарға бір реклама немесе бір пиар ретінде емес, шын көңілден бұл каналдардың контенті өзіме ұнайды, және де менің мақсаттарыма жетуге бір қандай да бір сұрақтарды табуға шынымен көмектеседі. Сол үшін сондай жақсы, пайдалы қазақша контентті сізге ұсынғым келіп тұр. Ең бірінші арна InKazakh, IQ деп қысқаша айтылады. Бұл шет тілдік контентті қазақ тіліне аударатын сондай топ. Астына барлық қазір айтылатын каналдарға сілтеме қалдыратын боламын, және мына оң жақ үстінен көрсеңіздер болады. InKazakh деген
осы 20-шы жылдың май айынан бастап өз жұмысын бастады. Бұл топтың құрамында мен де бармын, және де университеттегі достарымызбен. Бұл IQ-дің қысқаша тарихын айтатын болсақ, бізде университетте бір топ бар. Сол жерде қазақ тілінің бір осындай мүшкіл жағдайда екені айтылып келіп, ең соңында қазақша пайдалы контент, сапалы пайдалы контент аз деген бір тұжырымға келді студенттер. Одан кейін біздің бір досымыз, онда біз жиналып бір ағылшынша нәрселерді қазақшаға аударайық деп осы жұмысты бастап кеттік. Қазіргі таңда 1000 подписчикке шамалы ғана жетпей тұр. Осы каналда 60-тан аса видео шықты, және де әр апта сайын жұма күні енді шығып отырады. Сонда көрсеңіздер болады. Екінші канал бұл Фея Перизат деген. Негізінен бұл подкаст, бірақ мен YouTube'тан осындай видео қылып салатын болған үшін YouTube арнаға жатқыздым. Ол жерде 3 қонақ жиналып қазақ тілінде, барлығы қазақ тілінде емес, енді бірақ көбінесе қазақ тілінде түрлі тақырыптарды талқылайды. Бұл жобаны бастаған Ирина Қайратовнаның режиссері Хана Бейсеков деген жігіт, мен ойымша форматын өте қызықты қылып жасаған. Әр шыққан сайын бірден көріп тастап отырдым соның выпусктарын. Ең есімде қалған сол Марат Оралғазин мен бір жігітті шақырған. Олардың және де бір фишкасы танымал емес тұлғаларды да шақырады, оларды ашу үшін деген сияқты. Сондықтан выпусктары, подкасттары өте сондай әсерлі болып шығады мен үшін. Ғалымжан Молданазардың мысалға соны қарап көрсеңіздер болады. Аса бір пайдалы бір ғылыми ақпарат айтады деп айта алмаймын, бірақ сондай талқылау барысында бір солармен бір шын әңгімелескендей бір сезім аласың. Арасында айта кетейін, мына жерге дейін ешкім жетпейтін де шығар, бірақ мен жалпы өмірде эмоциямды қатты шығармаймын. Енді камераның алдында мүлдем бір эмоциям бір басылып қалатын сияқты. Барынша сондай бір жарқын болып көрінуге тырысып жатырмын. Қандай да бір советтеріңіз болса, қалай бір эмоцияны камера арқылы жеткізуге болады деген бір өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, комментке жазып кетсеңіздер. Үшінші каналға келетін болсақ, ол Тарих Марих деген канал. Мен ойымша қазақша жасалып жатқан контенттің ең бір сапалы, қызықты және бір удачный дейді ғой, сөйтіп шыққаны деп ойлаймын. Тарих Марих аты айтып тұрған сияқты, тарихты сондай анимациямен бір мультик сияқты қылып қысқаша түсіндіріп береді. Мектепте де тарихты түсіне алмап едім, НТ-да да тарихты үйтіп әйтеуір жазып шықтық. Бірақ осы каналдың арқасында шынымен тарихқа қызығып бір нәрселерді түсіне бастадым. Тарих Марих арнасына рахмет. Және де сіздерге де көруге ұсыныс беремін. Келесі арна ол Нұрлан Жанай деп аталады. Сол кісінің жүргізіп жатқан каналы. Ол кісі мен білуімше Тілбіл деген өзінің платформасы бар, жаңағы тіл үйретеді, және оның приложениясы бар деген сияқты. Ол кісі осы 2020-ның аяғынан бастап Ойфория дейтін керемет бір бағдарлама түсіруді бастады. Ол жерде қазақ тілінде жаңағындай бір ашыла алмай жүрген көп бір сұхбаттары бір қатты көп емес, сондай қатты бір танымал да емес адамдарды ашуға тырысады. Осыған дейін жаңағы бір фамилиясы Оқас деген, аты Олжас, вроде машиналар туралы айтатын ютубтағы, сол кісіні шақырды. Абзал Құспан деген ағайды шақырды, жаңағы адвокат, қазақ тіліндегі өте білікті адвокат. Мысалға мен бұл екі кісі туралы да білген жоқпын. Сол жаңағы Нұрлан Жанай Ойфория бағдарламасына әкелгенді ғана үшін тани бастадым. Сондықтан егер сіз жаңағындай, және ол жерде де айтылатын тақырыптар бір андай өсек андай емес, нақты бір кәсіби сондай ақпараттар. Сол үшін оны да сіздерге кеңес беремін. Келесі топ деп айтайын ба, бір комьюнити ретінде маған көрінді. Оның аты Жолым болсын деп аталады. Ең бірінші оны Инстаграмда байқадым. Солай қарасам, оларда Телеграмда канал бар, жаңағы ютубқа салып отырады екен видеоларын. Ол жердің несі
фишкасы, олар күн сайын, мен білуімше күн сайын сағат 9-да бір қонақты шақырады өздеріне Zoom арқылы, және де оларда Zoom-ды бірден YouTube-қа прямой трансляциямен не істеп отырады, көрсетіп отырады. Және ол жерде түрлі тақырыптағы адамдарды шақырады. Мысалға бір білмеймін, мен енді көбісін көрдім деп айта алмаймын, бірақ бақылап отырамын қандай қонақтар келіп жатыр екен деп. Және де өте қызықты, жаңағы йога болсын, жаңағы бір IT мамандықтар болсын, психология болсын, бір спорт болсын, сондай түрлі тақырыптағы адамдарды шақырып, солардан сұхбат алады. Бір сұрағыңыз болса, сол жаққа кірсеңіз болады. Ол жақта бір көп адам отырмайды, және бір 30-20 ғана адам, қайтсам болады, бір сұрағыңыздың жаңағы қойылуы шансы өте көп. Бұндай платформаларды өте қатты бағалаймын, өйткені бұлар күнде аз-аздан болса да, мысалға Zoom-ға түсіреді, бірден YouTube-қа салады, сөйтіп салып қояды. YouTube каналына кіріп, өзіңізге қызықтырған тақырыптағы, мысалға бір видео болса қарап көрсеңіздер болады. Және де қазақ тілінде олар қателеспесем Астанада және Алматыда жаңағы офлайн кездесулер жасайды. Енді болашақта олармен көрсем деп ойлаймын, бұйырса. Жалпы күшті канал. Енді келесі 6-шы канал, ол жалпы Астана Хаб деген сондай бір не ашылған организация деймі, Астанада жаңағы экспоның шарының қасында, ол жерде жаңағы стартаптарды қолдайды, неше түрлі контент мейкерлерге бір өз жағдайын жасайды, мен түсінген бойынша. Және ол жерінде қазақ тілі контенті маған өте қатты ұнайды, өйткені олар сапалы, жаңағыдай мағынасы да, жаңағы тексттері, мәтіні барлығы өте жақсы жазылған. Негізі мен сол қандай сападағы видео түсіргім келеді десе, сондай сапаны айтатын едім. Ол жерде жаңағы краткометражкалар шығып жатыр, қазақша қысқа метражды фильмдер. Жаңағы Ойбай Қадырбай деген Жансерік Қадырбаев түсіріп жатқан, бір әже түсіріп жатқан бір нәрсе бар. Сосын әже дегенде анау базар жоқтағы әже болып ойнайтын. Одан кейін Иттің баласы деген бір проекттер бар. Ол жерде жаңағы IT туралы, типа ит деген IT ғой. Сол, және де ол жерде жаңағы Астана Хабты түсіндіреді да жалпы. Және оны жаңағы Иттің баласы деген бір сериал сияқты болып түсіріп жатыр. Жалпы айтқанда көп, өте енді ғана бастады олар, және де өте көп нелері, потенциалдары, білмеймін, жаңағы пландары да олардың үлкен сияқты. Сол үшін сол каналды бақылауларыңызға ұсынамын. YouTube жобалардан ең соңғысы, бұны айтпай кетпесе болмайды, қазақ тілді жаңағы бизнес туралы айтып жүрген Қуаныш Шонбай. Ол да қазір YouTube-қа неге зат салмайды деп ойлайтын едім. YouTube-қа олар жаңағы қасындағы достарымен, сол бірге жұмыс істейтін ағайлармен 4-еу түгел болса деген бір передачаны бастапты. Өте жақсы, маған ұнап жатыр. Бір монтажы да, сапасы да өте жақсы, және ол көрініп тұр, көп ақша салынған деген сияқты. Жаңағы бизнес, мысалға алдында айтылды ғой, бір бизнеспен айналыспасаң да бизнес модельдерді алып өзінің өміріңе қолдансаң болады да, бір менеджментте деген сияқты. Сол сияқты, сол жаңағы бизнес туралы әңгіме болып жатса да, соны бір өзіңнің өміріңмен параллель жүргізіп, солай жаңағы бір ой түюге болады да ол жерден де. Ал енді подкасттарға келетін болсақ, біріншісі Нарик Би Лайф. Нарик Би Лайф деген тоже 20-шы алдыңғы жылдан бастап шыға бастады. Мен оған дейін жаңағы Данияр Жігітбек деген ағайға подписан едім Инстаграмда. Сол жаңағы Нарик Би деген ағай Амстердамда жұмыс істейді да, әлі қателеспесем, Booking деген компанияда айтишник болып, сол алдыңғы жылдан бастап подкаст түсіре бастады. Кәсіби және рухани даму туралы подкаст. Өте пайдалы, енді пайдасын бір сөзбен айтып жете салмаймын. Жалпы подкасттың форматы өте жақсы ше. Бір жерге бара жатсаң, бір қатты бір ойланбайтын, бір рутинный заттарды жасаған кезде наушникті салып алып, тыңдап отырып, біраз нәрсені түсінесің, біраз бір жақсы пайдалы ақпарат алуға болады. Арасында бір жарым сағаттық болса, енді
бір жарты сағатты су болуы мүмкін да, бір керек емес деген сияқты. Білмеймін, 1,5 неге қойып, жылдамдыққа қойып, мысалға қатты уақытыңыз болмаса, солай подкасттарды тыңдап тастауға болады. Бұл подкасттардың барлығын дерлік тыңдадым деп айта аламын. Оның ішінде жаңағы атын ұмытып тұрмын, бірақ бір апаймен ми туралы сөйлескен, мидың жаңағы қабілеттері туралы, жаңағы спид ридинг дейді ғой, жаңағы тез оқу туралы айтылған, сол несі өте қатты ұнады. Марфуға Шапиян деген апаймен тоже сол қатты ұнады. Жаңағы Өркен Кенжебек деген сияқты ағайлармен өте жақсы выпусктар шыққан. Және де маған ұнайтыны, Нәрікбек ағай әр қонаққа жаңағыдай ерекше дайындалады да, бір сұрақтарын деген сияқты. Оңай андай бір қарапайым емес, бір өте ұтымды сұрақтар қоя біледі. Сондықтан Нәрікбек лайф күшті подкаст. Әрі қарай тыңдай беремін. Сіздерге де ұсынамын. Прям андай болды ғой, айтпады демеңдер дегенше. Сондай ғой. Айтпады демеңдер, осындай күшті қазақ тілді подкаст жүріп жатыр. Одан кейінгі подкаст, шын айтсам, осыдан 2-3 күн бұрын ғана бірінші выпускын тыңдадым. Ол әдет және әрекет деген. Басында қалай айтады, әдет қалыптастырып, оны өмірге жүйелеу туралы подкаст па, сондай бір өзінің тезис бар, өте күшті. Мен де осы жалпы жеке даму, әдет қалыптастыру және өмірді реттеу туралы айтқым келіп жатыр осы каналда. Және ол подкастында мағынасы тура сол ше. Кітап оқу туралы соңғы 10-шы выпуск шығыпты. Ол да апта сайын шығып отырады. 10-шы выпуск шығыпты, маған өте қатты ұнады. Қалған выпусктарында бүгін мысалға далаға шығып келгенде жартысын тыңдап тастадым, пауэр туралы. Прям енді көп айта алмаймын ол туралы, енді ғана тыңдап бастадым, бірақ прям пайдалы екені бірінші выпусктан уже сонда түсіндім. Сіздерге де ұсынамын. Және де 3-ші подкаст Жайық подкаст деп аталады, қателеспесем. Жайық скул деген де бар. Және олар жолым болсын деген бір комьюнити сияқты деп айттық қой, соларға да ұқсайды. Бір өздерінің нелері болады, интервьюер және қонақты шақырады, солай күніге, мен байқасам, күнде олар подкаст шығаратын сияқты. Көпті подкасттар. Және қалаған тақырыбыңызда сондай күшті ақпаратты ала аласыздар. Және Жайық подкастын маған ұнайтыны олардың дизайны, идеялар қандай екенін білмеймін, бірақ жаңағындай логотиптарының өзі маған бір сондай тартымды болып көрінді. Оны да сіздерге ұсынамын. Жалпы енді өздеріңіз байқағандарыңыздай, өзімді қазақ тілінде бір чисто қазақ тілінде сөйлемеймін, бірақ соған тырысып жатырмын барынша. Қайталап айтам, бұл қандай да бір реклама емес. Өзіме шын жүректен ұнаған нәрсені сіздерге ұсынғым келіп отыр. Сол бүгінгі видео ұнады деп ойлаймын. Барынша эмоциямды салып, шын жүректен түсіндіруге тырыстым. Пайдалы болсын, әр каналды қарап шығыңыздар. Сіздерде бір қандай да бір осы списокта жоқ бір қазақша пайдалы деген бір каналдар болса, менімен бөлісіп қойыңыздар. Мен де сіздермен бөлістім ғой, өзімнің қандай контент қарап жүргенімді сіздер де маған бөлісіңіздер. Білімді айтады, білімді бөліскен кезде ғана ол көбейеді дейді ғой. Сол жалпы білімімізбен бөлісейік, дамиық, өмірімізді реттейік, ноушн қолданайық деп тоғыз айтып кеткен дейсің. Жалпы мен видеомның соңына дейін көп адам негізі қарамайды. Осы соңына дейін жетсеңіз сізге рахмет. Бір астына ютубер сөйтіп айтады всегда, осы видеоның соңына дейін жетсеңіз комментарийге ағаштың смайлигін қойып кетіңіз деген сияқты. Көрейік қанша адам соңына жеткен деп. Мен де соны айтып көрейін. Давайте ағаштың смайлигін қалдырыңыз, егер осы жерге дейін жетсеңіз. Пайдалы болады деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар.